Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 5-ші сыныптың 10-шы сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп және лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз киім, сән, талғам, киім түрлері және сән туралы түсінікпен танысатын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, нақты ақпаратты табыңдар. 2-ге бөлім оқып, әрқайсысына тақырып қойыңдар. Киім және сән. Киім адамды қоршаған ортаның табиғаттың түрлі әсерінен қорғайды. Сондықтан ежелгі дәуірдегі адамдар киімді суықтан, ыстықтан, жараланудан, сырып кетуден денені сақтау үшін киді. Ең алғашқы киімдерді адамдар шөптен, жан-жануарлардың терілерінен жасаған. Қазіргі кезде кез келген адамның өз қалауына сәнді киінуіне мүмкіндігі бар. Киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды материалдар пайдаланады. Киім түрлеріне қарай бас киім, аяқ киім, сырт киім, ұлттық киімдер тағы да басқа болып бөлінеді. Ұлттық киімдер арқылы адамның ұлтын білуге болады. Сән киім кию мәдениеті. Ол адамның талғамына байланысты. Сән қоғамға, заманға қарай өзгеріп отырады. Дизайнер сәннің бағытын, кімге арналатынын, қандай матадан тігілетіндігін, үлгісін айқындайтын адам. Дизайнерлер киімдер жоғары сапасымен, биік талғамымен, өзіндік идеясымен ерекшеленеді. Сәнгер көпшіліктің алдына шығып, жаңа киім үлгілерімен таныстыратын адам. Енді сұрақтар: алғашқы киімдер қандай қажеттіліктерді өтеді? Сән неге өзгеріп отырады деп ойлайсыңдар? Мәтінде сән әлеміне қатысты мамандық атаулары бар ма? Біріншіден, яғни ең алғашқы киімдер денені ыстықтан, суықтан, жараланудан, сақтану үшін қолданылды. Ал сән болса уақыт өте келе, яғни заман талабына байланысты өзгеріп отырады екен. Ал бұл тақырыптағы сән әлеміне қатысты мамандықтар дизайнер, сәнгер деген екі сөзді алсақ болады екен. Түсінікті болса, келесі тақырып: киімдерді топқа бөліп, класстарға түсіріңдер. Жуан жіңішке дауысты дыбыстар біріккен сөздер мен қос сөздерге араласып келеді. Мысалы, шекара, баспасөз, аман-есен, алай-түлей, асты-үсті, асығыс, үсігіс, тағы да басқа. Кластерге түсіретін болсақ, яғни киім түрлеріне: бірінші бас киім, бас киімнен кейін сырт киім, ұлттық киім, аяқ киім және маусымдық киім деп бөлсек болады екен. Өз ойларың болса тағы да қоссаңдар болады. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырма: берілген аралас буынды сөздерді бағандарға бөліп жазыңдар. Біріккеннен қос сөздер, буын талғамайтын қосымшалар, жалғанған сөздер, басқа тілдерден енген сөздер. Мысалы, аяқ киім, әсемпаз, сәнқұмар, мұғалім, сәндік, қолданбалы, сырт киім, шеберхана, қызмет, қадірлі, дизайнер, сәнқой, ұсақ тиек және сән, салтанат. Жаңағы ережені пайдалана отырып, осыны бағандарға бөліп шығамыз. Сонда бізде біріккенне қос сөздер қатарына аяқ киім, сәнқұмар, сырт киім, ұсақ түйек, сәнді, қолданбалы, сән, салтанат деген сияқты сөздер жатады екен. Ал басқа буындардан талғанатын қосымшалар арқылы жалғанған сөздерге әсемпаз, шеберхана, сәнқой, қызмет, қадірлі деген сөздер жатады екен. Ал басқа тілдерден енген сөздерге бұл жердегі жалғыз ғана сөз, дизайнер деген сөзі, яғни орыс тілінен алынған осы сөз жатады екен. Түсінікті болса, келесі тапсырма. Бұл жерде деңгейлік тапсырманы орындаймыз. Бірінші деңгейде оқылым мәтіндегі бірнеше сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Екінші деңгейде мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздерді қатыстырып сұхбат құрамыз. Аралас буынды сөздерді көрсетеміз. Үшінші деңгейде менің сәнқой досым тақырыбына эссе жазамыз. Буын үндестігі заңдылықтарын түсіндіріп кетеміз. Бірінші деңгейге өз және сән сөздеріне дыбыстық талдау жасап көрейік. Өз сөзінде, яғни ө әрпі дауысты, жіңішке, ашық, еріндік, ал з әрпі дауыссыз, ұян болады. Сән сөзінде с әрпі дауыссыз, қатан, ә әрпі дауысты, жіңішке, ашық, езулік, н әрпі дауыссыз, үнді болады екен. Түсінікті болса, келесі деңгей. Яғни бізде диалог құрау керек. Құрметті сәнгер ханым, сәнді киімдерге қандай киімдер түрлері жатады?
бас киімнен бастап аяқ киім, сырт киім, ұлттық киімдер жатады. Дизайнер ретінде әрдайым сәннен қалмай киінуге кеңес беремін. Мысалы, бұл жердегі аралас буынды сөздер қазіргі, бас киім, аяқ киім, сырт киім, дизайнер идеясымен, талғамымен, дизайнерлік деген сөздер. Бұл жердегі неге аралас буын? Себеп бұл сөздер екі сөздің бірігуінен, болмаса басқа елден келген сөздер болу үшін де буындары бірде жіңішке, бірде жуан араласып келген. Сондықтан бұлар аралас буынды сөздер болып тұр. Соңғы деңгей, яғни менің сән қой досым тақырыбына эссе. Менің досым сәннен қалыспай әрдайым өте жарасымды киімдер киіп жүреді. Өзінің талғамы да керемет. Онымен киім алуға барсаң, алған киіміңе көңілің тоқ болып қайтады. Оның үстіне айналаңдағы адамдар сол киімге қарап көп комплимент айтады. Бәріміз досымның киіміне, киім таңдау талғамына таң қаламыз. Болашақта оған дизайнер болған дұрыс сияқты деп ойлаймыз. Менің сән қой досымнан атақты керемет дизайнер шығатыны сөзсіз. Ал бұл мәтінде мысалы, сән қой, дизайнер, комплимент деген сияқты сөздерде байқасаңдар, екі буындары екі түрлі болып тұр, яғни аралас буын да келіп тұр. Сондықтан осы сөздерді аралас буын қатарына қоссақ болады. Келесі соңғы тапсырма бізде мақал-мәтелдердің жалғасын тауып айтылу мен жазылуындағы ерекшелік бар сөздерді топтастырып жазыңдар. Бұл жерде мәтелдерді бірінші бір оқып шығамыз. Байқасаңдар, кеңесші және де пішсең, пі деген сияқты сөздерде мысалы жазылуы мен айтылуы екі түрлі болып тұр, яғни бір дауыссыз, екінші дауыссызды тура өзінікі етіп алудары болып тұр. Ендеше мақал-мәтелдерді жалғастырып жазайық. Сыпайы киімді киіп тоздырады, сараң киімді жиып тоздырады. Кең киім тозбайды, кеңесті ел азбайды. Таныған жерден бай сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы. Киім пішсең кен піш, тарылтуың оңай. Қасқыр ішігі бар кісі жолдасының тоңғанын білмес. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.